Менің есімім Қуанышбек Тілек Қуанышбекұлы, Сәрсен Аманжолов университетіндегі қауымдастырған профессор, PhD доктор. Бұл коммерциялық жобаның негізгі мақсаты су тазарғыш сүзгі фильтрларын дайындау. Бұл сүзгі фильтрларын жалпы корпусын және ішінде картрижына дейін дайындайды. Бұл жобаның ерекшелігі жаңағы ішінде картриждарды қалыпты, мысалы үшін барьер, аквафорларда көмір болса, біз оны жаңағы өсімдік қалдықтарынан, ауыл шаруашылық қалдықтарынан соны карбонизацияға айландырып, соның көмірінен картриж жасаймыз ішіндегі. Яғни ауыл шаруашылық қалдықтарынан істейміз. Одан арата өзіміздің осы жоба аясына сатып алған термопласт автоматымыз бар. Яғни ол термопласт автоматтың көмегімен біз мына фильтр картриждардың түрекстірген корпустарын жасаймыз. Корпустарын сол фильтрдің жаңа термопласт көмегімен істейміз. Сонда біз толыққанды жаңағы сияқты жобаның аясында үш сатылы фильтрді жасаймыз. Енді бұл үш сатылы фильтрдің қайда қолданылады десе, бұл негізі қолдану нысандары тұрмыстық жағдайда, үйделерде. Негіз біздің патенттеріміз барлығы бар. Енді қазір қажет сертификация деген керек болады. Сертификацияны алғаннан кейін біз жаңа сияқты сата аламыз да, келісімшартқа отырып, біз бұл өнімдерді жаңа тұрмыстық жағдайларға сата аламыз.